Қолайлы жағдай, сапалы жұмыс кепілі. Қаражанбас кен орнында жұмысшылардың еңбек және әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған жол картасын орындау аясында өндірістік цехтарға қарасты бірнеше нысанда күрделі жөндеу жүріп жатыр. Жыл басынан бері нақты қандай қадамдар жасалды? Дәл қазір бірге шолу жасайық. Жол картасы бойынша қазіргі таңда 30-ға тарта нысан қарастырылған. Соның ішінде 10-12 объекті қазіргі таңда ДТТ-1, ДТТ-2 аймағында, СТВС цехында, сонымен қатар электрцех аймағында нысандар толықтай бітіп пайдалануға берілді. Қазіргі таңда жатақхана 5-ші подъезд жөндеуде, сонымен қатар осы жатақханасының 5-ші блогы жөндеуде. Гаражды айта кететін болсақ, 2 40 тонналық контейнер жаңа жабдықтаудан өтіп, толықтай іші пайдалануға берілді. Сонымен қатар едендерге стяжка құйылып, қаптау, жылыту жүйелері, басқа да ішкі коммуникациялары бәрі толықтай берілді. Қаражанбастықтардың еңбек және әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған жол картасын орындау аясындағы жұмыстар мұнымен аяқталмайды. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай қос жатақханадағы және өзге де нысандардағы әрлеу сылау жұмыстары қарқынды. Жалпы жоспардағы жөндеу жұмыстарының барлығын кезең-кезеңмен сапалы орындап, жұмысшылар игілігіне тапсыру басшылықтың басты назарында.